мұсылмандар білуі қажет болған 40 парыз. Иманда жетеу. Бірінші, Аллаға иман келтіру. Екінші, періштелерге иман келтіру. Үшінші, қасиетті кітаптарға иман келтіру. Төртінші, пайғамбарларға иман келтіру. Бесінші, ақырет күніне иман келтіру. Алтыншы, жақсылық пен жамандықты Алла тағаладан деп тағдырға иман келтіру. Жетінші, өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтіру. Исламда бесеу. Сегізінші, Алладан басқа тәңір жоқ, және Мұхаммед оның елшісі екеніне куәлік беру. Тоғызыншы, 5 уақыт намаз оқу. 10-шы, зекет беру. 11-ші, ораза тұту. 12-ші, қажылық қылу. Намазда 12. Алтауы сыртында. 13-ші, дәретті болу. 14-ші, денесі, киімі және намаз оқитын жері таза болу. 15-ші, әурет жері жабық болу. 16-ші, құблаға қарау. 17-ші, уақыттың кіруі. 18-ші, ниет қылу. Алтауы ішінде. 19-ші, тәкбір тахрима, яғни намаз бастағанда Аллаху акбар деп құлақ қағу. 20-ші, қиям, тік тұру. 21-ші, қырағат, Құран оқу. 22-ші, руку, еңкею. 23-ші, сәжде ету. 24-ші, соңғы отырыс. Дәретте төртеу. 25-ші, бетті жуу. 26-ші, қолды шынтақпен қоса жуу. 27-ші, бастың 4-1-не мәсіх тарту. 28-ші, аяқты тобығымен қоса жуу. Таяммумда төртеу. 29-ші, ниет ету. 30-ші, таза жер жынысы болу, тас, құм, топырақ. 31-ші, бетті сипау. 32-ші, қолды шынтақпен қоса сипау. Ғұсылда үшеу. 33-ші, ауызды шаю. 34-ші, мұрынды шаю. 35-ші, дененің барлық жерін жуу. 36-ші, жақсылыққа шақыру. 37-ші, жамандықтан қайтару. 38-ші, хайыздан тазалану. 39-ші, нифастан тазалану. 40-ші парыз, ілім алу.